Қандай? Аружан, привет. Привет. Из интересного Арбатта осындай ыдыстар қазақи жаңағы ою нақышындағы ыдыстар сатылып жатыр екен. А так там бойтұмарлар, там әшекейлер, жау всегда болатын нәрсе. Ничего нового. Вот. В целом наурыз мерекесі Арбатта жақсы болып өтіп жатыр. Халықпен бірге қатысып алып. Концерттер болып жатыр. Атмосфера прям. Я хочу шашлык. Она хочет шашлык. Біз қазір шашлык жеуге барамыз. Ну, бүгінгі күнді давайте осылай мереке қылып бірге қарсы алайық. Продажа. Қазір көже ішеміз. Бір көже сізге бауырсақ 98 теңге. Көжелерді ме? Иә. Бір көжемен бауырсақ, Ал 1500. Жоқ. Қаншадан екен? Міне бағалар. Бағаларымен де 300. Біз наурыз көже сатып алдық. Тоқашымен. Наурыз көже кішкене чуть-чуть кисленький, но хороший прям. Чуть-чуть отошли көшеден, потому что отыратын орын жоқ. Вот. И андай нәрсе бар етін, что наурыз көжені до конца түбіне дейін тойып ішсең, ну, до конца бітіріп ішсең, жыл бойы тоқ жүресің деген. Поэтому шарсақ қалдырмай жеп қояйық. Достар, біз уже тамақ ішіп, наурыз көжеміз ішіп қойдық. Енді Арбаттан келесі локацияға келіп жатырмыз. Тут, короче, инстаграмный локация, но представьте себе, мынақта очередь. Тұрған адамдардың барлығы, мынау качеляға, инстаграмный локация, соған очередьте тұр. Мына қыздың отырғанына біраз болып жалпы. Біз музейге келіп жатырмыз. Онда настольный пиролар бар екен. Достар, біз заказ күтіп отырмыз. Қазір тамақтанып алғаннан кейін келісімен тамақтанып жатырмыз, да уж. Потом киноға кіреміз. Кинода особо қазір біздің уақытқа лайықты кинолар жоқ екен. Біз қандай киноға алдық? 55 деген киноға алдық. Надеемся, что қызықты болады. Но мы хотели Астралға проклятие Ведьм деген, бірақ ол түнгі сағат 12:40-та болады екен. Біз оған задержаться ете алмаймыз. Вот. Қазір тамақтанып алайық, потом кино туралы кішкенемізден бөлісетін боламыз ғой. Достар, бізде кино бітіп, үйге қарай қайтып келе жатырмын. Кино негізі 65 деп аталады, 65 из серии до нашей эры. Там жер планетасында адамдар пайда болғанға дейінгі болған өзгерістер жайлы айтады. 1 сағат 25 минутқа созылды. Мне кажется, сюжет өте қатты ашылған жоқ. И бір рет көруге болады, конечно, но не особо таңғаларлық деп ойламаймын. Вот осындай отзывтар. Всем привет, всем доброе утро, друзья. Точнее, нет утро, а уже обед. Мен ұйқыдан енді тұрып жатырмын. Сыртта ауа райы осылай болып тұр. Алматы, как всегда, әдемі. Орнында тұр екен Алматы. Балалар ойын ойнап жүр. Как классно. Достар, бүгін 23 наурыз. Бізде әлі демалыс. Ертең уже сабақ басталады. Подфиз сабағы болады. И дүйсенбі, то есть вторник күні бізде топоантоменен рубежный контроль. Вот. Бүгіннен бастап сабаққа дайындалу керек. Ертең патофизиология. И бүгінгі күн жоспардың ішінде патофизиология сабағына дайындалу, топоантоменен конспект жазып аяқтау. Және
Так, қазір продуктыға барып келу, шамалы тамақ жасайтын продукт алып келу керек. Плюс тамақ жасау керек, и бүгін бауырсақ жасағым келіп тұр, потому что кеше Наурызда Арбатта жеген бауырсақ менің түсіме кірді деп па. Вот, поэтому бүгін бауырсақ жасаймыз. Достар, мен қазір тамақ істеп жатырмын, и терезеден қарасам осындай әдемі көрініс, закат, и мне кажется, что мен бүкіл күнімді астанада өткізген сияқты болып сезініп жатырмын. Тамаққа оралатын болсақ, бізде что-то вроде жаркова секілді нәрсе жасап жатырмын. Суды алдын ала қайнатып қойдым, ұмытып кетіппін. Кішкене суды құйып, и мясоны чуть-чуть тушить етеміз. Достар, бізде салатты заправлять етеміз қазір. На самом деле, мен оливковое масло құятымын, но оливковое масло болған жоқ, бітіп қалды, поэтому растительное масло чуть-чуть құямыз. Ой, чуть-чуть. Кішкене көбірек болып бітті. Потом соевый соус рандомный. Вот, мен стеклянный белый адресын таппай қалдым, не знаю, қайда кетіп қалғанын, поэтому бары мен базар, соевый соус. Потом я добавляю горчицыны, чуть-чуть тоже, но горчица рандомный тоже. Холодильнике бар горчицыны саласам. Но горчица, знаете, андай бір неге салатқа бір қорытынды вкус па, короче, сондай завершающий дәм берет. Поэтому советую горчицаны қосуға всем. Там листья салата, руккола и обычно помидоры и огурцы. И на фоне у нас мамский подкаст. Я не знаю, осы подкастқа засела. Постоянно, когда что-то делаю, соны включаю. Негізі мен подкаст тыңдаған жақсы көрем, но мамский подкаст маған особо қатты өтті. Вот. Так, ребят, все, подкаст есть, салат есть, тамақ есть, тоқаш и айран. Мен барлық тамақты, почти что барлық тамақты айранмен жеймін. Без айрана я никак не могу. И су, потому что мен шай ішкенді онша қатты ұнатпаймын тамақпен бірге. Так, достар, мен уже тамақ ішіп болдым. Қазір сағат түнгі 1:30. Мусор төктім и сабаққа отырдым. Ертең сабаққа дайындалып жатырмын. Қазір бірнеше видеолар қарап шығу керек. Осымен, кажется, біздің бүгінгі влогымыз өзінің соңына жетті, 2 күнге созылған. Бұл влогтан менің күнделікті өмірім, просто как я живу. Бұл жерде өте андай өмірлік смысл болатын нәрсе алынбаса да, я думаю, что біз бір-бірімізге жақындай түстік деген ойдамын. Надеюсь, что сіздерге бұл формат ұнады. Егер де ұнаған болса, дайте мне об этом знать, и мен буду больше снимать такие видосы. Вот. Надеюсь, что бұл видео сіздерге кішкене мотивацияда болды деген үміттемін, что студенттің өмірі не такой уж унылый, я. Вот, я занимаюсь сейчас своим любимым делом. Өзім қалаған білімді алып жатырмын, жаңа нәрселер біліп жатырмын, и я кайфую от этого, и я кайфую от того, что вы у меня есть, и от того, что мен сіздерге қазір видео түсіріп жатырмын, и телефонның арғы жағында өзім секілді менің досым, менің қатарлас адамым, что осы видеоны көріп, сабаққа деген құлшынысы артты мүмкін, возможно, вот, поэтому әр нәрсенің, егер сен қазір осы видеоны көріп тұрсаң, значит, так и должно быть. Вот, и сен бұл нәрседен просто көріп шықпай, какой-то бір нәрсе түйін алдың деп те ойлаймын өзіңе. Вот, потому что әр нәрсенің, әр джиннің өзінің бір алатын пайдасы болу керек.
Әйтпесе ол босқа өткен уақыт деп айтады ғой. Вот. Поэтому видеоның соңында айтқым келетіні, просто жасап жатқан нәрсеңнен шаршама, шаршасаң демалып ал, а потом қайтадан өзінің просто махаббатыңды жоғалта алма, жасап жатқан ісіңнің мәнін жоғалта алма. Вот, желаю тебе всего хорошего, всего наилучшего. Экзамендерің болып жатса, барлығын жақсы тапсырып шық. Тек қана сәттілік. Келесі видеоларда көріскенше.